Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге балаңыздың оқуға қызығушылығын арттыратын нақты 5 кеңесті ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы мұғалімдер мектепте оқушының сабаққа ынтасын арттыру үшін небір әдіс-тәсілдер мен көрнекі құралдарын пайдаланады. Қазіргі заманның білім жүйесінің талаптарына сай өз білімдерін жаңартып, креативті педагог курстарынан өтіп жатқандары да бар. Бірақ сонда да кейбір бала үй жұмысын орындағысы келмейді. Әсіресе бастауыш сынып жасындағы баланың өздігінен кітап бетін ашуы қиын. Ал негізінде бастауыш сынып баласының оқуға деген фундаменті құйылатын кез емес пе? Ата-анасы күнде ұрсып жүріп кітап оқуға отырғызады. Тіпті анасы есебіне дейін шығарып берсе де, соны дәптерге көшіріп жазуға келгенде қиғылық салатын балалар да бар. Кітапты қолына ұстаған сәтте бас ауыра қалатын бала да көп. Егер балаңыздың оқуға ынтасы өте төмен болса, не істеу керек? Көп ата-ана не істеймін дейді. Алдымен сұрақты өзгертуден бастаңыз. Не істеймін деген сұрақтың орнына неге балам оқуға қызықпайды деген сұрақты қойыңыз. Егер осы сұрақтың себебін анықтасаңыз, салдарымен жұмыс жасауда қиын болмайды. Өйткені әрбір бала жеке индивид. Баланың оқуға ынтасын арттыратын нақты 5 кеңесті білгеніңіз артық болмайды. Бірінші кеңес – тайм-менеджмент, яғни баланың күн тәртібі болу керек. Уақытты тиімді пайдалануға, бәрінен бұрын үй тапсырмасын орындап тастауға әдеттендіріңіз. Өйткені бала түнде ұйқысы келіп, ол кітапты оқығысы келмейді. Өзіңізде кей жұмысты түнге қалдырып, ал түн болғанда ертең орындаймын дейсіз ғой, дәл сол секілді. Тайм-менеджмент мамандары маңызды шаруаны күннің бірінші жартысында, яғни түскі уақытқа дейін орындауға кеңес береді. Ал бала үшін сабақ пен мұғалімнің берген үй тапсырмасынан басқа маңызды жұмыс жоқ. Мұны балаға түсіндіріп, басқа шаруалардан бұрын үй жұмысын орындауға үйреткен жөн. Бала мектептен келген соң тамақтанады, одан кейін белгілі бір уақыт демалуы, ойнауы керек. Одан соң әр пәннен үй тапсырмаларын орындауға отырып, кітап оқуы қажет. Екіншіден, балаңыздың сабақ оқуына жағдай жасаңыз. Ата-ананың міндеті баланың оқуына жағдай жасау, қолдау көрсету. Балаңыз үй тапсырмасын орындайтын кезде оған жайлылық орнатыңыз. Яғни үй жұмысын орындап отырған баланы оңаша әрі тыныш бөлмеде қалдырыңыз. Әпке-інілерінің оған кедергі жасамау үшін оларды басқа бөлмеге алып кетіңіз. Өйткені бала түгілі өзіңізде айналаңызда у-шу болып жатса, қасыңызда біреу сөйлеп отырса, кітап оқи алмайсыз. Бала үй тапсырмасын орындап жатқанда еш нәрсеге алаңдамауы керек. Яғни көңілі де, қарны да тоқ болғаны дұрыс. Үшінші кеңес – дайындық. Яғни спортшылар да күнде жаттығу жасар алдында міндетті түрде 5-10 минут аяқ-қолды сермеп, отырып тұрып жеңіл-желпі жаттығулар орындайды. Тіпті футболистер де ойыннан бұрын дене қыздыру жаттығуларын жасайды. Сол сияқты үй жұмысын орындаудыға да алдын ала дайындалуы маңызды. Үй тапсырмасын орындаудан 15 минут бұрын танымдық ойын жаттығуларын бірге жасаңыз. Мысалы, жұмбақ жасыру, жаңылтпаш айту, қазақтың ақын жазушыларының суретін көрсетіп, бұл кім деп сұрау, жемістермен немесе конфетпен қосу, азайту амалдарын орындау секілді ойындарды бірге ойнасаңыз болады. Мұндай ойындар баланың назарын оқуға шоғырландырады, есте сақтау қабілетін шынықтырады. Сондай-ақ ой жаттығуларынан кейін баланың қызығушылығы артып, есеп шығаруы, тақпақ жаттауы, мәтінді көшіріп жазуы да оңай болады. Төртінші кеңес – қайталау. Яғни қайталау дегеніміз оқудың анасы екендігін әркез есіңізде ұстаңыз. Балаңыздың қандай тақырыпта жаттығулар орындайтынын көріп шығыңыз. Өйткені кейбір үй тапсырмасы күрделі болуы мүмкін. Бала жаңа тақырыпты түсінбесе де, үй жұмысын орындағысы келмейді. Сондықтан сол тақырыпта өзіңіз сәл-пәл ізденіп түсіндіруге тырысыңыз. Үйге берілген жаттығуларды орындамас бұрын оны бір қайталап, баланың есіне түсіруге көмектесіңіз. Мектепте өткен теорияны үйде практикамен үйлестіре білсеңіз тіптен жақсы.
Есте ұстаңыз, балаға әрқашан ата-анасының қолдауы ауадай қажет. Бесінші кеңес мадақтау, яғни балаңыздың оқу үлгерімін әркез қадағалап, әр жақсы бағасы үшін, оқудағы кішкентай ғана жетістіктері үшін де мақтап мадақтап отырыңыз. Еске түсіріңізші, балаңыз мектепке дейін қандай еді? Санамақ айтып, тақпақ жаттап, ертегі құрастырып, өз бетінше оқу білуге құмар емес пе еді? Ал сіз оны жарайсың, ақылдымын деп қолпаштайтын едіңіз. Үйге қонақ келсе, балаңызға тақпақ айтқызып, мақтанатын едіңіз. Сол әрекеттерді балаңыз өскенде де қайталап отырыңыз. Егер ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.